Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Француз тілін үйрену каналына қош келдіңіздер. Естеріңізде болса, алдыңғы өткен сабақтарда біз сіздермен 1-ден 20-ға дейінгі аралықтағы сандарды өткен болатынбыз. Бүгін енді 20-дан 100 аралығындағы сандарды өтеміз. Бұл сандарды біз француз тілінде үйренетін боламыз. Айтылуын, жазылуын білгілеріңіз келсе, міндетті түрде видеоның соңына дейін қараңыздар. Енді басынан бастап өткендегі сандарды есімізге түсіріп, бірге санап шығайық. 20-ға дейінгі сандарды 1, 2, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, яғни 19 дегеніміз ары қарай 19. 10-ға 9-ды қоса қоямыз. 19. Енді бүгінгі сабағымыз 20-дан басталады. 20 бізде французша 20 болып оқылады. Ал егер де 21 деп айтқымыз келсе, онда 21 деп айтамыз. 20 және 1 деген. Егер дословно аударсақ, солай болады. Ары қарай 22, 23 дегендерде уже 20-ға сандарды қоса бересіздер. Мысалы 20, 2, 23 дегенде ғой, дәл біздің қазақ тіліндегідей. 22, 22, 23, 23, 24, 24, 25, 25, 26, 26, 27 деген 27, 28, 28, 29, 29. 30 бізде французша 30, 30, 31 деген 31 болады. 30 және 1. Ары қарай уже кете береді. 30, 32, 33, 32, 33 дегендер. Тек қана бірлікпен айтқан кезде, яғни 21 немесе 31, 51, 41 деп айтқан кезде ғана және деген бізде ортасында көмекшілау қолданылады. 40 ары қарай 40, 40, 50, 50, 50. Бірге қайталап отырыңыздар. 60, 60, 60, 70, 60, 70 болады. Яғни 60 плюс 10 деген сияқты да. Келесі 80, 80, 80, 4 деген 4, 20 деген 20 ғой. Яғни 4, 20 бізде 80 болады дегендей айтады да олар. 80. Өте қызық, санау жүйелері. 81 деп айту үшін 81, 91, 90, 90. Енді қараңыздар, 90 деген бізде 20-ның 4-тігі плюс 10, Енді біз мысалы 93 деп айтқымыз келсе, 93 деп айтамыз. Келесі 100, 100, 100 деп айтылады. Соңындағы т оқылмай қалады. Мінекей достар, бүгін біз сіздермен француз тіліндегі 20 мен 100 аралығындағы сандарды үйрендік. Егер түсініксіз болған жерлер болатын болса, комментарийда сұрасаңыздар болады. Назарларыңызға көп рахмет. Сау болыңыздар.